15 наурыз Тоқаевтың жаңартылған конституциясына қолдау білдіруге шақырып отырған қазақтың мүддесінен өзінің ақшасын, абыройын, атағын, кожный, грязный креслосын артық көрген зиялы қауымдар, әншілер, сендердің атақтарың, даңқтарың халық үшін көк тиын. Себебі сендер елімізді 30 жыл тонаған қандықол қылмыскер Тоқаев пен Назарбаевтың мүддесіне шешіліп жатқан жаңартылған конституцияға қолдау білдіріп, халықты арандатып жатырсыздар. Сіздер қазақ халқының тарихында халық жауы ретінде болашағымызға қасақана қылмыс жасаған қылмыскерлер ретінде сақталасыздар. Себебі жаңартылған конституцияда халықтың сөз бостандығы, еркін жүріп тұруы және жарқын болашағына үлкен қауіп төнетіндей заңдар, баптар қабылданып жатыр. Және елді тонаған, қазақты атқан қылмыскерлердің құқын қорғайтын баптар қабылданып жатыр. Соны көре тұра, өздеріңнің атақтарың мен грязный креслоларыңды сақтап қалу үшін халыққа қолдау білдіруге үгіт насихат жасап отырған әншілер, зиялы қауымдар, блогерлер, журналистер, заңгерлер, сендер қазақтың жауысыңдар. Сендердің бұған дейінгі еткен еңбектерің, атақ данықтарың халық үшін көк тиын. Осы күнгі іс әрекеттеріңізбен сіздер 200-ді кожный кресло үшін жұмыс жасайтын қазақтың танымалды тұлғалары болып тұрсыздар. Сондықтан сіздер халық жауысыздар. 50 жылда ел жаңарады, тақ пен табыттың егесі жоқ. Назарбаев пен Тоқаевтың билігі құлайды. Сол кезде сіздер қасықтап жинаған абыройларыңыздан айрандай төгетін дәрежеге жетіп тұрсыздар. Шелектеп абыройларың төгіліп жатыр. Зиялы қауымдар, әнші, заңгер, танымалды тұлғалар. Жоқ, мен осы күні точка қойғым келіп отыр. Гүлеке Қасым өзінің эфирларында менің атымды атап, саясатқа келгені, шет елден босқындық алу үшін келіп жүр, заявление жазып, босқындық алу үшін саясатта жүр деген ақпарат таратып отыр екен. Гүлеке Қасым, мен жұмыс визасымен кетіп, уақытша өмір сүру құқығын алған қызбын. 1-2. Екіге менің басын ұстап, халықтан бір ақша жинап, үкіметтен бір ақша алып, жақсы өмір сүргеніңізге, және сіз саясатта жүріп, кімдерді түрмеге қаматып жібергеніңізді біз білеміз. Сондықтан тыныш отырыңыз. Біле білсеңіз, бір күні бетпердеңізді Астана Моторс шешеді. Шынайы халыққа жанашыр болсаңыз, сіз Тоқаевтың құйтырқы әрекеттерін біліп отырсыз. Біле тұра, жаңағы құйрығын бұлдаңдатқан түлкі секілді не рыба, не мясо болып отырсыздар, екіге менің басын ұстап. Сондықтан менің атымды атаудың қажеті жоқ. Мен шынайы зұлымдыққа тікелей қарсы шыққан адаммын. Кісінің ақшасы арқылы емес, өзімнің намысым мен арым арқылы. 1-2. Ертең 15 наурыздағы болатын референдумға әншілер қатты атсалысып қолдау білдіріңіздер деп жатыр екен. Құрметті қазақ халқы, сіздер білесіздер, соғыстың өзінде әншілер менен жезөкшелер көңіл көтеру үшін, көңіл аудару үшін пайдаланған. Сондықтан бұлар шынайы жанашырларыңыз емес. 25 наурыз күні референдумға барып тұрып, өздеріңіздің дауыстарыңызды сақтаңыздар, қарсылықтарыңызды білдіріңіздер. Ол сіздердің Қазақстан Республикасының азаматы ретіндегі құқықтарыңыз. Гүлеке Қасым секілді 200-ді халық пенен үкіметтің арасындағы қу түлкілерге алданбаңыздар.